Assalomu alaykum қазақ елі. Біздің последний видеоларымызда именно паразиттерге компьютерный диагностика бар дедік. Соның ценасына сұрапты көп адам. Біздің тақырып сол ценасы туралы болады. Ол компьютерный диагностика, биорезонансия диагностика деп айтылады. Сіз оған түсетін болсаңыз, сізде қандай құрт бар, қандай вирус бар, қандай бактерия бар, қандай грибок бар. Соны көрсетеді. И плюс диагноз бүкіл органға, то есть диагноз қойып береді, бүкіл ауруға қойып береді диагноз. Омыртқаңызды көрсетеді и аураны көрсетеді. Диафрагма, аура полная, сізде не аураңыз не отқан соң бәрін көрсетеді. Плюс питание не жеуге болады, оны да шығарып береді. Сізде қандай құрт бар, қандай виде бар, қанша процент, соның бәрін көрсетеді. Бүкіл құрттың процентпен көрсетеді. Ол диагностикамыз взрослый 15 000 теңге, детский 10 000 теңге. Соған қалай назначение қаласаңыз біз береміз, қаласаңыз өзіңіз любой жерде назначение ала бересіз. Не істеуге болады, не қайтып құртылуға болады құрттардан. Böyle өтіңіз қисық болса, өтіңізде тас болса, бүйректе тас болса, оның бәрін көрсетеді, и состояниеңізді көрсетеді берді бір плюсы. Бүгінгі данный момент болған состояниеңізді көрсетеді. Алла дерттеріңізге шипа берсін, ауырмаңыздар, иншаллах, диагностика, компьютер диагностика кеңіздер. Оған түскенмен, сіз қанша жерге барғанмен, ол айттық қой, сізге түсіндірдік қой берді. Если сіз кал тапсырсаңыз, 10% вероятность сізде құрт бар екен таба алады кал. Цистегілер, серологический емес қан тапсырсаңыз 50-60% вероятность, что сізден құрт таба алады деген. И то көбейіп кетсе көре алады екен, аз болса көре алмайды екен. Бізде даже жұмыртқасы болса, даже 2%, 3% болса да көрсетеді құрттан. И қандай виде бар. Біреулердің даже 6 түрлі құрт шығады, 5 түрлі құрт шығады, 3 түрлі құрт шығады. Сіз, например, серологический метод инвиво анипсияқтыларға баратын болсаңыз, бір құртқа 1200, то есть 3000-4000 теңге тапсыру. И оларда 6-7 вид бар жоқ құрттың диагностикасы. Көп болса, бізде 4 түрлі құрттардан қайсысы бар соны көрсетеді. И процентini көрсетеді. Настолько көп сізде. Альхамдулилля, мен бұлмен жұмыс істеп жүргеніме уже қазір 2012-ден полный компьютер диагностикамен жұмыс істеп жүрдік. 12 жыл болып қалды. Бір кезде подтвердить қылған емес. Басқа жақта жоқ деп келеді, бізде кейін кезде именно паразиттер шығып көрсете бастайды. Альхамдулилля. И бәрі тура келеді. Даже диагноздар тура келеді. Иншалла компьютердің диагностика кеңіздер, Аллах дерттеріңізге шипа берсін, ауырмаңыз. Көп аурулардың себебі паразит болады. Адамдар өзі білмейді. Например, анизакис симплекс деген паразит болады. Ол өзіміздің селедкаларда болады. Ол селедкадан адамға көп жұқады. Основной көп паразиттер именно балықтан жұқады. Бычицепин, тыквенецепин дегендер балықтан жұқады. Анизакис симплекс деген құрт болған адам постоянно сустав ауырта береді. Сол паразиттен құтылса, сустав ауырған кете бастайды. Біз сустав ауырса, суставдан докторға барамыз. Самом деле, сол паразитте болуы мүмкін. Өткені тричинеллез пистидиспиралис деген құртты айттық. Ол именно кептер тауықтардың пометынан жұғады дедік. Солардың бәрін бізде көрсетеді. И жаңа основной власоглав деген паразит. Власоглав деген паразит бұл толстый кишечниктің именно аппендицті келіп орап жатып алады. Аппендицті орап жатып алған, аппендицті үсе бастайды. Аппендицті үсе бастаған кейін бізде аппендицте бұл аппендицті алып тастайды. На самом деле аппендицт бізге ең керек орган есептеледі. Біреу болып есептеледі. Қалың ішектің ритмін сақтап тұрады. Қалың ішекте ритм болмаса, проблемалар басталады әртүрлі. И қазір именно паразиттен тазаланып тұрсаңыздар, жылына 2 рет. Сізде аппендицит болмайды, иншалла. Көп адамдардың аппендицит болатқанда себеп именно паразит болады. Алла дерттеріңізге шипа берсін, ауырмаңыздар, компьютер диагностика кеңіздер. Телефон номерім 8701-712-77-88. 701-712-77-88.